рұқсат болса, ардақты ағайындар, бүгінгі қуанышымызды бастасақ, мынау алдарымызға шыққан кім, қай бала, қай жақтікі деп отқан шығарсыздар. Мынау Жамбыл облысы Тараз, Қордайдан боламын, ардақты ағайындар. Есімім Әлішер болады. Мынау енді атам қазақ бисмилляс іс қылма деген. Бисмилля рахман рахим, асыл болсын мұратым. Сәлемде сәті бар, кезем келді шығатын. Халқымның бүгін алдында жөнім бар, қызмет қылатын. Ассалаумағалейкум ханымдар мен мырзалар, үлкен кіші кәрім бар, сөзіме құлақ салыңдар, таңдайдан тамған балым бар, асаба Әлішер серінің сәлемін қабыл алыңдар. Бүгін маған артылды асабалық аманат, қызыл тілімен қуырып, сөз саптайын сырылып. Тоғызал тойға келдің бе, елім ау есен саламат. Алладан жауап нұр көктен, тойларың болғай гүл көктен, сіздерге деген құрметпен, жолын қуған Жамбыл менен кенендердің, бір едім өнердегі елеулердің, ауыздығы ашылар сәтті өтіп, мархабат ағамыздың 60 жас мерейтойын ортақтасып мен де келдім. Ассалаумағалейкум деп, баршаңызға басын дейіп сәлем бердім. Ардақты ағайындар, енді рұқсат болса, әдеттен озбай, уақыт созбай, бүгінгі кешімізді бастасақ, тебіренген теңізде Тербебайдың тереңін, Абай мен Жамбылдай сөз маржан теремін. Бүгін мархабат ағамыздың туған күні, кіндігін жібек жіппен буған күні, Аслананың ақсын емірене емген күні, әкесі келіп төбесіне темірене төнген күні. Туған күні тойлансын, 100 жыл бойы тойлансын деп, баршамыз орнымыздан тек тұрып. Рұқсат болса, баршамыз орнымыздан тек тұрып. Қошеметімізді аямай мықтырып, айғай-шумен ортаға ағерке қыздарыңыздың әнімен бүгінгі мархабат ағамызды отбасы ошаққасымен қарсылай! Қошеметтеріңіз! Қошеметтеріңіз естілмейді ғой! Шашудан алыңыздар. Önlerine koşumuzların zarlattıranlarını onlarınıza ol kızları. Esenin salvatkan ahirde kızlarınıza koşumettek koyunuzda.
бәрекелі. Тамаша, міне алдарыңызда той иелері, ардақты ағайындар, енді рұқсат болса ән салып жатқан ақерке қыздарыңызға бір қошеметпен қойыңыздар.